Бәріне сәлем достар. Бүгін біздер Django'да тест жазып үйренеміз. Яғни тесттер бұл сіздің кодыңыздың жұмысын тексеретін процедуралар. Яғни автоматтандырылған тесттердің айырмашылығы бұл тестілеу процесін сіз үшін сіздің қолданбаңыз жасап беретін болады. Бірақ сіздер оны бір рет жазып қоясыздар. Содан кейін қолданбаға мысалы өзгертулер енгізген кезде жаңағы сайтыңызға уақытты қажет ететін қолмен тексерулерді орындамай-ақ кодыңыз бастапқыда ойлағандай жұмыс істейтінін тексере аласыз. Тесттер уақытты үнемдейді. Егер мысалы бірдеңке дұрыс болмаса, тесттер күтпеген әрекетті тудыратын кодты анықтауға да көмектеседі. Кейде сіздің кодыңыз дұрыс жұмыс істейтінін білсеңіз, сізге тест жазу жағымсыз, қызықсыз процесс болып көрінуі мүмкін. Бірақ жақсы бағдарламалаушылар тест жазып білу керек, және тест жазу тапсырмасы қолданбаны қолмен тексеруге немесе жаңадан туындаған мәселелердің себебін анықтауға бірнеше сағат жұмсаудан әлде қайда жақсы. Яғни сіздер сол тестіңізді, кодыңызды тексеру үшін тестіңізді бір рет жүргізе саласыз, егер қате шықса, сізге тестіңіздің жауабы құлап, қатеңіз көрініп тұрады. Сол үшін бұл алдағы болашақтағы бағдарламалаудың процесін тездетеді. Мына сайтта көріп отырғанымыздай, негізгі тестілеу стратегиялары бөлімінде біздерге тест жазу жолдарын көрсеткен. Оның бір жолы TDD, яғни Test Driven Development, тестке негізделген даму болып есептеледі. Ол дегеніміз, бірінші код жазбас бұрын алдымен тест жазып аламыз да, содан кейін сол тест орындалатындай етіп бағдарламамызды жазып шығу. Бұл бір жағынан қарама-қайшы көрінуі мүмкін, бірақ іс жүзінде бұл көптеген адамдар жиі жасайтын нәрсеге ұқсас. Мысалы, олар мәселені сипаттайды, содан кейін оны шешу үшін кейбір кодты жазады. Біздер осы мәселе сипаттау барысында алдымен тест жазамыз, содан кейін барып кодты жасақ, осы жолмен жазған болып есептелеміз. Енді кодымызға оралайық. Және алдыңғы сабақтарда көрсеткенімдей виртуалды ортада ашамыз кодымызды. Бұл жерде бізде сайтта берілген командаларды жүргізсек, алдымен manage PyShell деп терминалды ашамыз, консольға кіреміз. Бұл консольдің іші негізінен жұмыс жасауға ыңғайсыздау деп есептеймін. Сол үшін біздер pip арқылы IPython кітапханасын орнатып алсақ, сол кезде интерактивны, яғни әдемі терминал ашылатын болады. Бізде орнатылды. Енді жаңағы команданы қайттан жүргіземіз. Енді бізде әдемі түрде барлық модульдеріміз көрінетін болады. Енді мына жердегі басты мақсат бізде уақыттың кітапханаларын қосамыз да, болашақ сұрақ атты объектімізді құрастырамыз. Оны құрастыру үшін біздер pubDate, яғни published date аудармасымен аударатын болсақ, бұл сұрақтың қойылған уақытын білдіреді. Яғни біз сұрақ қойылған уақытына қазіргі уақыт деп есептеп, оған 30 күн қоссақ, яғни біз оның құрастырылған уақытына 30 күн қосып, болашақта құрастырылады деген сияқты бір объектімізді құрастырсақ, және ол объекті арқылы was published recently деген бұл жақын арада құрастырылды ма деген сияқты біздер алдыңғы сабақта оның бір метод шақырғанбыз. Біз сол методты қайттан шақырсақ, бұл бізде қандай жауап қайтаратынын көрейік. Яғни бұл бізде true қайтарып тұр. Негізінен ол true қайтару дұрыс емес. Себебі бұл жақын арада құрастырылған сұрақ емес, ол болашақта құрастырылған сұрақ болып есептеледі. Енді біз бұл жерде терминалды тазалап, енді келесі tests файлына барамыз. Яғни осы кейсті біздер тест жазу арқылы тексереміз. Яғни біз әзірше барлық кодты көшіріп қойайық. Енді кодты қысқаша түсіндіріп өтетін болсам, біздер Django'ның тест кейс классынан мұрагерлікке алып, көші model tests классын ашамыз.
бұл класстағы әрбір метод біздегі бір тест кейсті қамтып тұру керек. Яғни оның аты тест деп басталып, оның тест нені тестировать етіп тұр, соның атын мағынасын беріп тұру керек. Біз жаңағы консольда жазған кодымызды жазамыз да, self-assert is, яғни бұл future question деген объектімізден біз was published recently методы false қайтарады деген қорытынды күтеміз. Бұл нәтиже егер false қайтармаған жағдайда тестіміз дұрыс емес жасады деген сөз. Енді сайтқа барып тестті жүргізу үшін келесі команданы көшіріп аламыз және терминалымызды ашып, бұл shell консольдан шығып, осы жерге кодымызды қоямыз. Яғни ол полста тест жүргізіп жатыр. Бізде күткенімізде қате шықты. Және true is not false текстін көріп тұрық. Яғни бұл біздегі was published recently жаңағы методы дұрыс емес орындалған көрсетеді. Яғни ол біздегі болашақта қойылған сұрақты жақын арада қойылған деп есептеп тұр. Яғни біздің кодымыз дұрыс емес екенін тесттің көмегімен анықтадық. Енді кодымызды дұрыстау үшін models файлына барамыз және кодты қоямыз, дұрыстаймыз. Ол үшін алдымен түсініп алайық. Ол сұрақ қойылған уақыттан бір күнді азайтып, сол уақытты тексеріп тұр. Ал біз, яғни болашақ уақытты тексермей тұрық. Ол үшін біздер сол қазіргі уақыттан бір күнді азайтып, немесе қазіргі уақыт арасындағы сұрақтарды ғана жақын арада қойылған деп есептейміз. Енді жаңағы терминалымызға барып, қайттан жүргізейік тестімізді. Көріп тұрғанымыздай окей деп шықты. Енді біздегі бұл метод false нәтижесін қайтарады. Яғни болашақта қойылған сұрақ жақын арада қойылған болып есептелмейді. Бізде ары қарай қарайтын болсақ, мына жерде көмекші сөздер бар. Ол жерде біздер v деп вербоз, яғни консольда ол қалай көріну керек, соны көрсете аламыз. Мысалы, мен бұл жерде v мағынасын өзгерттім. 2-ге қойған кезде тест барысында не болып жатыр, соны текстін көрсетіп тұр. Енді ары қарай жылжайық. Біздер осы кейсқа, осы методқа 2 бірдей ұқсас тест кейстер қосайық. Оның біріншісі осы методты ескі сұрақпен тексеру, ал екіншісі ол жақын арада қойылған сұрақпен тексеру. Яғни біріншісінде біздер ескі сұрақпен деп отырғанымыз, қазіргі уақыттан бір күн бір секунд азайтамыз да, сол уақытпен сұрақты қойып, ол жақын арада қойылған ба деп қараймыз. Және нәтижесінде false деген нәтижені күтеміз. Екіншісін әзірше комментқа қойып, тестіміз жүргізіп көрейік. Яғни ол ескі сұрақпен дұрыс нәтиже көрсеткенін көріп тұрмыз. 2 сұрақ жақсы нәтиже көрсетті. Және үшіншісі бұл жақын арада қойылған сұрақты қосып, яғни біз қазіргі уақыттан 23 сағат 59 минут 59 секунд алған кезде ол бізде жақын арада қойылған болып есептеле ме, және нәтижесінде true күтеміз. Бұл бізде көріп тұрғанымыздай 3 тестімізде ойдағыдай өтті. Яғни болашақтағы сұрақпен, және ескі сұрақпен, және жақын арада қойылған сұрақпен де біздің модельдегі методымыз дұрыс жұмыс жасап тұр. Бұл видеоны қорытындылай келе, мен бірнеше сұрақтарға жауап беріп кеткім келіп отыр. Тестілеу негізінен ауқымды тақырып болып есептеледі. Бүгінгі біздің жазған тестіміз ол юнит тестілеу, яғни бұл кодтың бір кішкене бөлігіне тест жазу болып есептеледі. Ал одан басқа әртүрлі мәселелер шешетін тестілеудің түрлері бар. Мысалы, интеграциялық, функционалдық немесе системалық деген түрлері бар. Мәселен, интеграциялық тестілеу кодтың, мысалы, сіздің кодыңыз әртүрлі компоненттерден тұруы мүмкін, және олар өз араларында әрекеттесуі мүмкін.
Сол әрекеттесу кезінде қателіктер туындамас үшін интеграциялық тестілеу жазылады. Мысалы, сіздер кодыңызға кітапханалар жазасыздар, олардың версиялары бір-бірімен сәйкеспеуі мүмкін. Сол кезде қателіктерді анықтау үшін интеграциялық тестілеу жазылады. Және сол сияқты функционалдық тестілеу, яғни сіздің кодыңыз бір бизнес талабына сәйкес бір функционалды атқару керек. Осыған жазылатын тестілеуді функционалдық тестілеу деп аталады. Системалық тестілеу дегеніміз, егер сіздің проектіңіз үлкен болса, оның тез жұмыс жасауына немесе қауіпсіздігіне қатысты, немесе басқа да аспекттеріне қатысты тесттер жасаңыздар болады. Және осы системалық тестілеу болып есептеледі. Негізінен жаңадан бастап келе жатқан бағдарламалаушылар тестілеуді не үшін керек екенін дұрыс білмей жатады, немесе қай кезде бастап жазған дұрыс деп сұрақтар қою мүмкін. Ол кезде алдымен, егер сіздің проектіңіз жаңа проект болса және ол ауқымды проект болатын болса, видеоның басында көрсеткендей TDD алгоритм бойынша алдымен тест жазып, сосын кодыңызды жазсаңыз болады. Ал егер проектіңіз әлде қашан құрастырылған проект болса, оның кодын оптимизация жасау керек болса, рефакторинг жасау керек болса, немесе жаңа функционал болса керек болса, тест жазсаңыз дұрыс болып есептеледі. Және бағдарламалау процесін жеңілдетеді. Бірақ та әр кезге тест жазу міндетті деп есептемеймін. Тестілеуді қажет етпейтін жағдайлар да бар. Мысалы, сіздің проектіңіз эксперименталды болса, прототип болса, яғни бір тез жасап тексере салатын нәрсе болса, оған тест жазып қажет емес. Немесе басқа кішігірім скрипттер болса, немесе өте тестілеуі қиын функционалдар болса, тест жасау үшін өте көп уақыт кететін болса, және ол бизнес талаптарына сәйкес емес болса, сізде тест жазбасаңыз болады деп есептеймін. Сабағымыз соңына да келді. Енді сұрақтарыңыз болса, комментарийге жазып, видеоға лайк қойып, достарыңызбен бөлісіңіздер. Сабақты көргендеріңізге рахмет.